Баршаларыңызға қайырлы күн. Меруерт асханасының тұрақты көрермендері, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді, қатпарлы, шырынды ұйғыр самсасын дайындайтын боламыз. Енді сіз үйде отырған ана болсаңыз, міндетті түрде менің рецептіммен жасап, тапсырысқа немесе дүкен сөрелеріне өткізіп, табыстапсаңыздар болады. Енді бізге керекті ұнымызды сетадан міндетті түрде өткізіп алатын боламыз. Құрамын барлығын описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарап сіздер де жасаңыздар. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің рецептім ұнаған болса, достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Ұнымызды сетадан өткізіп алдық. Енді салқын суымыздың үстіне бір қасық тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Тұзы еруі керек. Одан кейін ұнымыздың үстіне құйып, орташа тығыздықтағы қамыр елейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз да дайын болып қалды. Осы кезде екі бөлікке бөліп, үлкен табағымызға салып, бетін жауып, демалдыруға жібереміз. Бір 20 минуттың көлемінде демалуы керек. Одан кейін оның көмегімен, оқтауымызбен дөңгелек етіп жаятын боламыз. Алғашқыда дөңгелек етіп жайып, қолымыздың жұдырығымызбен кішкене қамырымызды басып аламыз. Оқтаумен жаюға кішкене ыңғайландырып, одан кейін оқтаудың көмегімен жая береміз. Бір тегіс, орташа, жұқалықта қамырымыз дайын болады. Міне біздің әдемі дөңгелек қамырымыз дайын болып қалды. Осы кезде сармайымызды ерітіп қоямыз. Дайын болған сармайымызды қамырымыздың бетіне жайып, құйып, щетканың көмегімен бір тегіс етіп жабып шығатын боламыз. Екінші тағы бір қамырымызды үстіне тегістеп, бірдей етіп, теңестіріп жабып шығамыз. Шетінен тартып тұрып, орайтын боламыз. Жақсылап тұрып, шетінен бастап ораңыздар. Сол кезде қамырымыз тығыз, әдемі болып, қатпарлы болып, қатпарлығы көрініп тұратын болады. Міне біздің дөңгелектеп ораған қамырымыз дайын болды. Енді осы күйінде салапанға салып, бір жарты сағаттың көлемінде тоңашқысқа салып аламыз. Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Мен де енді филе турап жатырмын. Енді сіздер ет турасаңыздар да болады. Самсаның қамырымен барлығын пайдаланбаймын. Өзіме керегінше пайдаланамын. Қалғаны тоңазытқышта тұра береді. Кез келген уақытта бір жұмыстан асығып келгенде, немесе таңертеңгі уақытта, түскі уақытта бір тіске басар керек болған кезде дайын тұрған самсаның қамырының шетінен алып жасап, отбасымызға, баламызға, бала-шағамызға ұсынып, пісіріп бере қоятын боламыз. Енді сіздерге де кеңес ретінде айтып жатқаным, филемізді турап алдық. Енді биязымызды ұсақтап, 4 бұрышты көлемде турап алатын боламыз.
Енді бұндай самсаны жасауды көп келіншектер біледі. Мен жаңа түскен келін болса, жаңа отбасы құрып жатқан қыз келіншектер болса, соларға бір кеңесім. Енді жанияма не пісіріп берем деп ютубта ақтарып отырғанда осы самсаны пісіріп, бір жанияңызды қуантып, жолдасыңызды қуантып пісіріп берсеңіз өте керемет. Биязымызды салып, үстіне қара бұрышымызды, паприкамызды, чеснок салсаңыздар да болады, қалауларыңызша. Тұзын салып, жақсылап тұрып, араластырып алыңыздар. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, шетінен дөңгелектеп кесіп алатын боламыз. Міне көрдіңіздер ме, шетінде қатпарлы болып әдемі тығыз оралған. Мен көбіне осындай қамырды жасап, тоңазытқышқа салып қоямын. Бір демал қылған күндерде шетінен жасап, жаниямызға ұсынып, пісіріп бере береміз. Көп уақыттарыңызды алмайды. Салмасын молынан салып, өз қалауларыңызға байланысты түйе берсеңіздер болады. Менің түйе бағытым өте оңай. Сіздерге де ешқандай қиындық тудырмайды деген ойдамын. Дәл осылай шетінен бастап, ішке қарай бүге бересіздер. Оқтаудың көмегімен дөңгелектеп, орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Менің каналым өте пайдалы, түрлі рецепттер бар. Менің каналымнан өзіңізге керекті рецепті табасыз деген ойдамын. Міне самсамыздың барлығын жасап болдық. Бетіне жұмыртқасын жағып, өзімізге керекті күнжіт немесе макты сепсеңіздер болады. Өте дәмді, ерекше, сочный болып көрінеді. Осы кезде пешімізді қыздырып қоятын боламыз. 30 минуттың ішінде пісіп шығады біздің дәмді, қатпарлы, қытырлақ самсамыз. Менің жасаған самсам сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің рецептіммен жасап жатсаңыздар, кері байланыс жасап, комментария бөліміне пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қызыл жүрекшелеріңізді аямай басып қойыңыздар. Міне піскен самсамызды әдемі ыдысымызға орналастырып, дастарханымызға ұсынатын боламыз. Ас болсын.